Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай еттен бәліш жасап көреміз. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді, сочный болып шығады. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бастайық. Ең алдымен айранымызды құйып ыдысымызға. Айранның температурасы маңызды емес, салқын болса да бола береді. Үстінен 2 қасық қаймақ салдым. Болмаса сіздер салмастан айран құйсаңыздар болады орнына. Және де 1 жұмыртқа, сосын 1 жұмыртқаның ағын салдым. Сарысын бетіне жағуға алып қойдым. Алдын ала ертілген сары майымызды салып, 1,5 кішкентай қасықпен, шай қасықпен 1,5 қасық тұз салып, араластырып, шай қасықтың ұшымен жарты қасық алдым, сода салдым, ас содасын. Оны да араластырдым. Айранмен кішкене біріксін, кішкене көпірсін дедім. Араластырғаннан кейін алдын ала еліктен өткізіп қойған ұндарыңызды алып, шаймен деп саласыздар. Бірден салмаңыздар. Әркімде ұнның тығыздығы әрқалай. Сол үшін ұнның тығыздығына байланысты шаймен деп салып отырыңыздар. Видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды біркелкі етіп елеп шығамыз. Қамыр қатты тығыз болу қажет емес, орташа тығыздықтағы қамырды елейміз. Қамырымызды елеп болғаннан кейін салмасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жуа және орташа көлемдегі 3 картопты алдым. Жуаны видеода көрсетілгендей етіп, 4 бұрышты етіп турап шығыңыздар. Картопты да дәл солай 4 бұрышты етіп турап шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Барлығын турап болғаннан кейін 400 грамм фаршымызды салып, дәміне татымына қарай тұзымызды, қара бұрышымызды саламыз. Мен зіра қостым, егер ұнамаса қоспасаңыздар болады. Салмамыз дайын болғаннан кейін қамырымызды 3 бөлікке бөліп, астыңғы бөлігін үлкенірек алып, кейінгісін одан сәл кішкене, және соңғысын одан да кішкене етіп аламыз. Видеода көрсеткендей етіп, бірінші болып астыңғы бөлігін жайып шығасыздар. Дөңгелек етіп, өздеріңіздің протеиндеріңізге лайықты етіп жайыңыздар. Жайып болған соң екінші бөлігінде дәл солай дөңгелек етіп жайып шығамыз. Енді жаңағы астыңғы бөлігіне кішкене созып, жан-жағын созып, осылай видеода көрсеткендей созын құраңыздар. Одан кейін жаңағы дайын болған салмамызды салып, біркелкі етіп, тегіс етіп салып шығыңыздар.
жаңағы екінші жайған қамырыңызбен бетін жауып, шеттерінің барлығын біріктіріп түйіп шығасыздар. Қамырымыздың үшінші бөлігін бетін сәндеуге алып қалатын боламыз. Дәл осылай видеодағыдай етіп кесіп шығып, бетіне қойып шығатын болсаңыздар, пирогтарыңыз өте ерекше әдемі көрінетін болады. Ұсынғанда дастарханның бетінде өте әдемі болып тұратын болады. Қыздар, жасап көріңіздер. Жасап болғаннан кейін бетіне жаңағы басында алып қалған жұмыртқамыздың сарысын жағып, күнжутымызды сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 45 минутқа салып аламыз. Мінекей қыздар, біздің пирогымыз дайын болды. Өте әдемі болады, қамыры өте жұмсақ, іші сочный болып шығады. Жасап көріңіздер, себебі бірге дәмдірек. Каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар.